Егер квартирант 5 жыл бойы тұрса және ком услугын төлеп тұратын болса, соның аты автомат түрде аударылады. Соған байланысты қазір тамаша сұрақ. Кеше TikToktан көріп қалдым да, бір үйде квартирант мысалы 5 жылдан жоғары тұрса, және өзінің шотымен квартираның ком услугысын бәрін төлеп отырса, сол үйді атын аударып алуға болады деп көп нәрсе қорқып жатыр екен да кеше. Енді соған байланысты мен жауап берейін. Сондай аударып алған жағдайлар болды деп айтып отыр ма? Иә, ана Қазір сондай ситуация, қазір мен жауап берейін. Ондай нәрсе жоқ. Квартирант 5 жыл бойы болсын, 10 жыл болсын, 20 жыл бойы тұра берсін, меншік иесі сол болып қала береді. Үйдің иесі. Квартирантқа үй өтпейді. Енді қандай жағдайларда мұндай мүмкіндік қарастырылған заңмен, оны айтып өтейін. Бұл елену мерзімі деген бар. Ашық, ұдайы және меншік иесі ретінде 7 жыл, ұмытпасам 7 жылдан аса еленіп отырса, меншік иесі ретінде бұл басқа нәрсе. Меншік иесі болмай сол еленіп отырса, онда сотқа жүгінеді. Сотта осылардың өз меншік иесі екенін, меншік иесі ретінде ұдайы еленгенін дәлелдейтін жағдайларда ғана аударылады. Ал енді қалған жағдайда 50 жыл тұрса да меншік иесі бола тұра, мысалы үшін уақытша тұрғызыңыз, прописка тұрғызыңыз, сіздің үйіңізді аударып ала алмайды. Ал егер де сотқа арыз берген жағдайда, енді жаман бір дұрыс емес адамдар болып, онда сізге міндетті түрде хабардар ету керек. Сотқа қатысуыңыз керек. Қуасың ба, сен не айтып отырсың? Мен саған үйді берген жоқпын. Сен бұл үйдің меншік иесі емессің, менмін десең, сот оның арызын қайтарады. Осы нәрсені біліп жүрейік ағайындар. Бекер қауіптеніп, қорқа бермеңіздер. Сіздердің араларында келісімшарт болса, сіз оны уақытша тұрғызған адам болсаңыз, сіздің үйді аударып ала алмайды. Ал енді сотқа берген жағдайда құқығыңызды қорғай аласыз.